Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін біз осындай өте жұмсақ, өте дәмді десерттердің бірі тирамису рулетін дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен тирамису рулетінің қамырын дайындап аламыз. Ол үшін 6 жұмыртқа керек. Одан кейін крахмал керек, қант керек және ұн керек. Ақуыз бен сарыуызды алдымен бөліп аласыздар. Ақуызды бөліп ажыратқанда мұқият болыңыздар, себебі бұның ыдысы таза, ешқандай май, ешқандай капелі су болмау керек. Бір тамшы жұмыртқаның сарысы немесе су болмау керек. Осылай жайлап көпіре бастаған кезде секерімізді біртіндеп сала отырып миксерлейміз. Секердің бәрін бір салмаймыз. Жай-жайдан сала отырып, массамыз біркелкі масса болғанша және өзінің формасын ұстайтындай болғанша миксерлейміз. Аз жылдамдықтан жоғарғы жылдамдыққа көтереміз. Мінекей біздің ақуызымыз осындай болып шықты. Бұны төңкергенде өзінің формасын ұстап тұрады. Көріңіздер, орнынан қозғалмайтындай болу керек. Енді бұған 6 сары уызымызды салып, астынан үстіне қарай былғаймыз. Осы жерде аккуратно асықпаңыздар, себебі жаңағы ақуызымызды бастырып алмауымыз қажет. Астынан үстіне қарай біріккенше барлығы былғаймыз. Мінекей, сары уызымызды біріктірдік. Енді бұған ұнымызды, крахмалымызды салып, тағы да оны араластырамыз. Лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай тағы да жайлап асықпай араластырамыз. Масса араласқаннан кейін тоқтатсаңыз болады. Көп былғаудың қажеті жоқ. Мінекей, массамыз қазір бірігеді. Біркелкі масса болады. Ешқандай түйір қалмайтындай қылып араластырамыз. Мінекей, осындай масса болды бізде. Енді противенге пергамент қағазын төсеп, бисквитіміздің қамырын саламыз да, бұны жаңағы противеннің бойымен 4 бұрышты қылып жаямыз. Барлық жері бірдей болу керек, қалыңдықтары. Сондықтан асықпаңыз. 4 бұрышты қылып жайып аламыз енді. Мінекей, жайып алдық. Енді бұны біз 160 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Піскеннен кейін үстіне осындай екінші пергаментті қойып аударамыз келесі жағына. Астыңғы жағындағы пергаментті жайлап ақырындап алып тастаймыз. Жыртылып кетпесін бисквиттеріңіз. Енді осындай ыстық күйінде біз оны осы пергаментке рулет қылып орап тастаймыз. Суымай тұрғанда орауымыз қажет. Себебі суып қалса, бұл рулеттеріңіз сынып, оралмай қалуы мүмкін. Бұны осылай оралған күйінде суытамыз. Суытуға қойып қоямыз да, бұның пропиткаға арналған сиропын дайындаймыз. Оған 150 мл ыстық суға 1 қасық жаңағы кофемізді салып араластырып, оның үстіне 3 қасық шай қасық
қантымызды салып араластырамыз. Кремімізді дайындаймыз. Менде бұл жерде маскарпоне ірімшігі және де клейгей және бір қасық кофе араластырдым. Осындай масса болды, кремге айналды. Енді жаңағы рулетімізді алып жайып, мына жерде байқасаңыздар, мен рулетті жайғаннан кейін жаңағы пропиткаға арналған сиропымды жағуға ұмытып кетіппін. Сондықтан сіздер абай болыңыздар. Мен сияқты ұмытып кетіп жүрмеңіздер. Бірақ бұл дәміне ешқандай әсер етпейді. Кремімізді орналастырып, шарты кішкентай кремімізді үстіне әрлеуге алып қаламыз. Осылай орналастырамыз кремді біркелкі қылып. Үстіне блендерден уақталған шоколадымызды немесе пышақпен уақтап алсаңыздар да болады. Жаңағы кремнің үстіне енді себеміз. Барлық жерге жететіндей қылып себіңіздер. Енді рулетімізді ақырындап ораймыз. Осылай 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Тоңазытқыштан алып, жаңағы қалған кремімізді осылай жаңағы үстіне әрлеп жағып шығамыз. Рулеттің екі жағын кесіп, ортасынан бір бөліп, ыдысымызға салып, үстінен какао сепсеңіздер болады. Бұл өте дәмді болып шығады және көп ингредиенттерді қажет етпейді, тез дайындалады. Және де осы десертті үй іштеріңізге дайындап берсеңіздер, өте қуанатындарына сенімім мол. Төменге пікір қалдырып, комментарий жазсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Тілекші.